Аллаға амансыз ба, сәлеметсіз бе? Міне Ердауыт атаға келдік. Міне осы Ердауыт атаның шырақшысы. Өз туралы айтып беріңіз, бір сұхбат айтыңыз. Амин. Субханаллах, вельхамдулилlah, вела илля хаула илля билля ализим. Машаллах, канам лам яшлам якна лиман қырар матасид мәжабиги Мұхаммад Расул саллаллаху алейхи вассалам. Ya Allah, елімізге, халқымызға, патшамызға, қоңыз патшаларымызға ынтымақтастық, бірлік, береке салла. Ya Allah, отандарыңа, босағаларыңа, шаңғырықтарыңызға, бала шағаларыңызға ынтымақ, бірлік, берекелерін берсін. Алла ынтымақтарыңыз берсін. Алла Тағала күлі бәле желеден салып жолдарын ашып ниетін қабыл. Алла мұрат мақсаттарына жеткізсін. Ya Allah, Алла Тағала осы отқан нелерімізді Алла Тағала өзің қолдап, өзің жар болғын. Өзіңнен тілейміз, өзің мейірімді. Ya Allah, біздің ата бабамыздан, осы жеті атамыздан шырақшы болып келіп жатырмыз. Бірінші, Ташкент бұл Қазақстанның жері болған. Ташкентте жоғары шыршық, жаңа базар жегендерде тұрған бабаларымыз. Содан Астимамда мешіті болған. Сол Астимамға мешітіне жұма оқып жүрген. Сол жұма оқып жүріп, Ердәуіт Шаймерденге шырақшы болып, осыға бабаларымызды жібереді, сен барып шырақшы бол деп. Бабаларымыз сол шыршықтан тұрып, бір жұма келмейді, екі жұма келмейді, үшінші жұма түнімен ұйықтай алмастан, енді мен бір жұманы оқып барып келейін деп, сол үшінші жұмада жұманы оқып түстен кейін келеді. Сонда бұл жерге келсе, бір адам күтіп алып, жақсы келдіңіз, біз кім біздің жұма оқып біткеннен кейін келсе, соны шырақшы қоямыз деп уәде қылып отыр ек дейді. Сонда бұлар шырақшы қою үшін барлығы өз ұруын қойып бір жұма өтеді. Әркім өзінің ұруын қояды, екінші жұма өтеді. Біз енді осытып жүре береміз ба? Не аламыз? Осы үшінші жұма оқиық та, түстен кейін кім келсе соны шырақшы қояқ. Уәде ме, уәде деп уәделескен. Содан үшінші жұма бабаларымыз келіп, біз осындай үшінші жұма келген адам шырақшы қоямыз дейді. Мені де жіберіп еді Астимамда мешіттен. Мен бір жұма келмедім, екі жұма келмедім, үшінші жұма түнімен ұйықтай алмай ойланып, енді мен сол барып бір көріп келейін деп үшінші жұма оқып Астимамда мешітте. Сөйтіп үшінші жұма келдім. Содан осы жерде жетінші шырақшы болып істеп жатырмыз. Тоқтар, Бектас, Жантас, Егенберді, Ахмет, сол жаңа Тоқтар, Шаймерден, мінекей Ердәуіт, бәрі жаңылысып кеттім. Олар нелер екен олар. Жаңа Тоқтар, Бектас, Жантас, Егенберді, Ахмет, сол 6 бабам өтті. Осы жерде мен Ахметтің баласымын. Ахмет деген әкем осы жерде шақшы болып тұрып, осы жерде анамның жас күнінде тілі сөйлемейтін, құлақ естпейтін болған екен. Аузына қалам кіріп кетіп құлап, содан сөйлемей қалған екен. Содан осы жерде мен 40-шы жылы дүние келдім. Анам әкем 42-ші жылы мынау Сарыағаш станциясында бір ешелон келіп соғысқа кетіп жатқанда тағаларымыз мұғалім еді. Сол ешелоннан түсіп мұғалімдер бір қадам алға деген екен. Сөйтіп мұғалімдер соғыстан қалдырған екен. Сонда әкеміз тайырлап кеткен. Әуелі Құдай, екінші саған тапсырдым, анау кемпірмен баламды әкеп ал. Аман есен келсем сен үйіңе келем деп. Содан 43-ші Өтебаев, Тәжбай дейтін тағаларымыз, апамның ағалары, сол туысқандары, ағасының інілері, сол апарып, сол жерден сол кісі 43-ші жылы көшіріп апарды. Сөйтіп Өтебай ата дейтін Тәжхан анамыз, сол кісілердің қолында өстім. Балдары Абдықалық, Тәжбай дейтін балдары бар еді.
Сол кісілерде 43 жылы 3 келіні бар еді. Одан 3 қызы бар. Нәзат, Шакір, Гүлзада дейді. 3 баласы бар еді. Мәлік, Абдрахым, Мұқан дейтін балдар. Оның үстіне кемпір шал, мен анамыз екеуміз сол 43 жылы бірге тұрдық. Сөйтіп 43 жылдан 69-ға шейін бірге тұрып келдік. 61 жылы Ташкентке барып, тағамыз алып барды. Сөйтіп қызға айттым, енді ана, менің ата-анам сізді жақсы көріпті, қалап қалып, не дейсіз деді. Ата-анам не десе, мен де сол деп сөйтіп үйлендік. Сөйтіп 61 жылы Ташкентке жұмысқа кіріп, сол жерден баяғы ескі мәшинелерді берді. ЗИС-5 дейді, оның ағашы бар кабина. 30 шофер бар екен. Мен 31 болып сол ЗИС-5 деген мәшинені жөндеп